Міне қызық. Балалар, сәлеметсіңдер ме? Салтанат апаларыңның ертегісін сағындыңдар ма? Ендеше мен сендерге қызық бір күлкілі ертегі оқып берейін, тыңдаңдар. Бірде қасқыр шай қайнатып отырады да, бір жаққа асығып кетіп қалады. Қайтып келсе, шайын біреу ішіп кетіпті. Қасқыр ашуға басып, қоян, қарсақ, күзен сияқты аңдардың апшысын қуырады. Менің шайымды кім ішті? Айтыңдар, жандарыңды шығарамын дейді. Сонда, сол кезде ағаштың саясында демалып отырған аю күжілдеп дауыстайды. Шайыңды мен ішіп ем. Не болды сонша? Аюдың даусын естіп, қорқып қалған қасқыр, онда мына нанды да жей салмадыңыз ба депті. Мінекей балалар, әлсізге әлімжеттік көрсеткенше, күштіге күшіңді көрсет.